Бүгін таңертең сіз тұрдыңыз, шай іштіңіз, жұмысқа бардыңыз, жүректеңіз ауыратынын білмедіңіз, жүрегіңіздің. Жыл сайын Қазақстанда мыңдаған адам жүрек ауруынан ешқандай ескертусіз емес, ескертулері болды, бірақ олар таныған жоқ, қайтыс болады. Дәрігер ретінде айтамын, жүрек әрқашан ескертеді. Сіз тек білмейсіз, немесе назар аудармайсыз. Бүгін мен сізге жүрек ауруының ең жасырын, ең ұмытылатын 7 белгісін айтамын, соңына дейін тыңдаңыз. Бұл тіпті сіздің өміріңізді сақтап қалуы мүмкін. Сәлеметсіздер ме? Дана мен денсаулыққа каналының көрермендері. Мен Суханбердиева Дана Асқарқызы, дипломды жалпы тәжірибелік дәрігермін. Осы каналда сіздерге денсаулыққа қатысты ең маңызды мәселелерді қарапайым және түсінікті тілмен талқылаймыз. Егер бұл каналда бірінші рет болсаңыз, жазылып, қоңырауды басыңыз, денсаулыққа қатысты маңызды ақпарат үнемі жариялап тұрамын. Бүгінгі тақырып жүрек ауруының 7 жасырын белгісі. Сонымен қатар медикаментозды және медикаментозды емес емдеу жолдарында толық талқылаймыз. Ал соңында жедел жәрдем шақырудың нақты белгілерін міндетті түрде айтамын, соңына дейін тыңдаңыз. Ендеше бүгінгі тақырыпқа кіріспес бұрын маған бір сұраққа жауап беріңізші. Сіз күнде шаршайсыз ба? Кейде кеудеңіз ыңғайсыз сезінеді ме? Как будто бір тарылып тұрған сияқты, не аяқтарыңыз кешке ісіп кетеді ме? Егер жауабыңыз иә болса, бүгінгі видеоны соңына дейін тыңдаңыз, өйткені бүгінгі видео дәл сіз үшін болуы мүмкін. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының мәліметтері бойынша, жүрек қан тамыры аурулары жыл сайын 18 миллионнан астам адамның өмірін алып кетеді. Бұл барлық өлімнің 31%. Қазақстанда да жағдай алаңдатады. Жүрек аурулары халқымыздың арасындағы өлім жітімнің бас себептерінің бірі болып тұр. Бірақ ең маңызды нәрсе не? Адамдардың 80%-ында бұрыннан ескерту белгілері болған, тек оларды танымаған. Кейбіреулер болжас деп ойлаған, кейбіреулер шаршадым ғана деп ойлаған, кейбіреулер ас қорытуым нашар шығар деп жүрген. Дәрігер ретінде айтсам, жүрек ауруының белгілері тек кеуде ауруы емес, олар күнделікті өміріңізде байқалатын, бірақ назар аудармайтын өзгерістер. Ендеше бірінші белгіден бастайық. Бірінші белгіміз себепсіз, тынығудан кетпейтін шаршаңқылық. Сіз жақсылап ұйықтадыңыз, бірақ таңертең тұрдыңыз да өзіңізді қайтадан шаршаңқы сезіндіңіз. Күні бойы өздеріңізді сүйреп жүресіз. Бұрын жеңіл жасайтын жұмысыңыз, мысалы базарға бару, баспалдаққа көтерілу, үй шаруасы қазір сізге өте ауыр болып кетті. Бұл не деген? Дәрігер ретінде айтсам, бұл жүрек жетіспеушілігінің ең алғашқы белгілерінің бірі. Жүрек денеге жеткілікті қан айдай алмағанда, бұлшықеттер оттегімен нашар қамтамасыз етіледі. Нәтижесінде сіз ұзақ созылмалы шаршаңқылыққа тап боласыз. Бұл жерде маңызды ескерту айтсам, бұл шаршаңқылықтың ерекшелігі, ол тынығудан кетпейді. Бір апта демалсаңыз да шаршаңқылық қала береді. Бұл кәдімгі шаршаудан өзгеше. Тәжірибемде осындай шаршаңқылықпен келген пациенттердің бірнешеуінде жүрек жетіспеушілігінің ортаңғы дәрежесі анықталып жатады. Олар 3-4 ай бойы жасым өтіп келе жатыр, үлкен болып тұрмын, сол үшін шығар деп ойлаған. Ондай моменттерде біз не істейміз? Ондай кезде қанның жалпы анализімен ЭКГ, осы екі қарапайым тексеруден бастаңыз, поликлиникаңызға барып, жалпы практика дәрігеріне хабарласыңыз. Екінші белгі диспноя, яғни тыныс алудың қиындауы. Бұрын жеңіл жасайтын нәрсені жасаған кезде тыныс алу қиындайды. Баспалдаққа көтерілген кезде, жылдам жүрген кезде тоқтауға мәжбүр боласыз. Тіпті кейде жатып та тыныс алу ауырлауы мүмкін. Бұл неліктен болады? Яғни жүрек қан айдай алмаса, өкпеде сұйықтық жинала бастайды. Дәрігерлер мұны біз өкпенің ісінуі дейміз. Сол сұйықтық бізде тыныс алуды қиындатады. Осы жерде айта кетсем, егер сіз жатқан кезде тыныс алу қиындаса, немесе түнде тыныссыздықтан оянсаңыз, бұл дереу дәрігерге барудың белгісі. Осындай белгілерді байқасаңыз, кешіктірмей дереу дәрігерге хабарласыңыздар. Тәжірибемде мұндай симптоммен келген пациенттердің бірінде жүрек жетіспеушілігінің 3-ші сатысы болған, себебі ол 6 ай бойы астма шығар деп ойлап тексерілмеген. Баспалдақтан көтеріле алмасаңыз, бұл жасыңызға байланысты емес, бұл жүректің белгісі болуы мүмкін. 3-ші белгі перифериялық ісінулер, яғни аяқтың, сирақтың, қолдың ісінуі. Бұл кешке аяқтарыңыз ісіп кетеді ме?
егер таңертең аяқ киімдеріңіз пешке сыймайды ма, немесе саусағыңызбен бассаңыз, бүйтіп қолыңызды, сирақтарыңызды із қалады ма? Медицинада бұл эдема деп аталады, яғни жүрек қанды дұрыс айдай алмағанда веналарда қан азаяды, содан сұйықтық тіндерге сіңеді де ісік пайда болады. Ең алдымен аяқтарда, себебі ауырлық күші нәтижесінде сұйықтық төмен жиналады. Ескерту: егер ісікпен бірге тыныс алу қиындау немесе шаршаңқылық болса, бірнеше белгінің бір мезгілде болуы жедел тексерудің белгісі. Не істеу керек бұндай кезеңдерде? Тұзды шектеу керек. Аяқтарыңызды жоғары ұстаған дұрыс. Бұл жеткіліксіз, себебі толық маманға барып көрінген артық болады. Төртінші белгі аритмия, яғни жүрек соғысының қалыптырғағының бұзылуы. Яғни жүрегіңіз кейде тез соғып кетеді ме? Немесе кейде тоқтап қалғандай сезінесіз бе? Немесе жүрегіңіз қатты бір соғып тұрған сияқты сезім болады ма? Негізі жүрек нормада бізде минутына 60-тан 100-ге дейін соғады. Аритмияда бұл ырғақ бұзылады. Маңызды ескерту айтсам, кейбір аритмиялар қауіпсіз, тек стресс немесе кофеиннен кейін туындауы мүмкін, бірақ кейбір аритмиялар инсульт немесе жүрек тоқтауының алдын ала белгісі болуы мүмкін. Осы жерде айтсам, егер жүрек соғысының бұзылуы үнемі қайталана берсе, бас айналу немесе есіңізден тану қосылса, бұл дереу ЭКГ жасатудың уақыты. Тексеру оңай, поликлиникаға барып ЭКГ жасатыңыз, 10 минут уақытыңыз алады, ол сізге өте маңызды осы жерде ақпарат береді. Бесінші белгі, ал бұл белгі ең жиі жіберіп алынатын белгі. Адамдар жүрек ауруын тек кеуде ауруымен байланыстырады, бірақ бұл ең жиі кездесетін қателік. Жүрек ауруының белгісі тек ауырту емес, ол кеудеде ауырлық сезіну, қысу, жану сезімі, немесе тіпті кеудеде бір нәрсе болып жатқандай ыңғайсыздық болуы мүмкін. Тәжірибемде пациенттер кеудем ауырмайды, тек ауыр сезінемін, немесе кейде кеудем жанады, ас қорыту мәселесі шығар деп ойлайды, бірақ бұл жүрек ишемиясының белгісі әбден болуы мүмкін. Енді маңызды ескерту айтсам, әсіресе бұл ыңғайсыздық сол қолға, иыққа, мойынға немесе жақ сүйегіне таралса, бұл жүрек ауруының классикалық белгісі. Дереу жедел жәрдем шақырыңыз. Енді ерлер мен әйелдерде белгілер әртүрлі болады. Ерлерде көп жағдайда жиі кеуде ауруы мүмкін, ал әйелдерде жүрек ауруы, шаршаңқылық, жүрек айну немесе арқа ауруымен де көрінуі мүмкін. Сондықтан ерекше сақ болыңыздар. 6-шы белгіміз бас айналу және естен тануға жақын сезім. Кенеттен бас айналу, көзіңіз қара өтіп кету болса, бұл да жүрек ауруының белгісі болуы мүмкін. Неліктен? Яғни жүрек мида жеткілікті қан айдай алмаса, ми оттегімен нашар қамтамасыз етеді. Нәтижесінде бас айналу немесе естен тану болуы мүмкін. Ескерту: егер кейде бас айналу, қысым, анемия немесе дегидратациядан да болуы мүмкін, сусызданудан. Бірақ егер бас айналу жүрек соғысының бұзылуымен немесе кеуде ауырсынуымен қосарланатын болса, жедел жәрдем шақырыңыз. Тәжірибемде адамдар бас айналуды қысымын жоғарылады шығар деп ойлайды, дәрі ішіп жатады, ал шын мәнінде жүрек аритмиясы немесе инфаркт алдындағы жағдай болуы мүмкін. Яғни осы жерде бас айналуды кез келген уақытта елемей қалмаңыз, яғни тексеріліңіз. 7-ші белгіміз бар, ал бұл белгі ең аз танылатын белгілердің бірі. Адамдар ойлайды, жасым өтіп келе жатыр, үлкен болып келе жатырмын, ұйқым нашарлады дейді, немесе жылу жоғары, сондықтан терлей беремін дейді. Бірақ дәрігер ретінде айтатын болсам, себепсіз түнгі терлеу жүрек қан тамыры жүйесінің стрессте екенін көрсетуі әбден мүмкін. Жүрек жеткілікті қан айдай алмай қалған кезде дене бейімделу белгілерін береді. Олардың бірі түнгі терлеу. Сондай-ақ ұйықтауға жататын кезде тыныс алудың қиындауы немесе жастықты жоғары қойып ұйықтауға мәжбүр болу, бұл да жүрек жетіспеушілігінің белгісі. Маңызды ескерту: менопауза кезіндегі әйелдер, яғни түнгі терлеуді менопаузаға жатқызуы мүмкін, бірақ егер бұдан жоғарыдағы белгілер қосылатын болса, тексерілу міндетті. Ендеше осы 7 белгіні білдіңіз, ал енді осы белгілер болса, не істеуіміз керек дейсіз ғой? Бірінші, дәрісіз емдеу жолдарын айтайын. Жүрек ауруының алдын алу мен емдеуде бізде өмір салтының рөлі кейде дәріден де маңыздырақ болады. Дәрігер ретінде осыны
әрқашан айтып отырамын. Бірінші ол тамақтану режимі, тұзды шектеген дұрыс, яғни тәулігіне 5 граммнан аспасын. Ол ісінуді азайтады, қысымды реттейді. Екінші, май мен холестерині жоғары тағамдарды шектеген дұрыс, яғни май еті, тауық терісі, өңделген еттер. Одан кейін жеміс, көкөніс, балық, зәйтүн майы, жасыл шай бізде жүрекке пайдалы болады, және қант пен тәтті сусындарды азайтқан дұрыс. Екінші, дене белсенділігі, яғни күнде 30 минут жаяу жүру жүрекке ең жақсы дәрі десем болады, бірақ ауыр жүктемелерді дәрігермен ақылдасып бастаған дұрыс. Үшінші, стрессті басқару, яғни стресс бұл жүрекке үлкен жүктеме түсіреді, яғни сол себепті медитация, тыныс алу жаттығулар, ұйқы режимі, осылардың бәрі жүрекке оң әсерін береді. Төртінші, темекіден бас тарту, яғни үнемі айтамын, темекі жүк қан тамыры ауруының ең жоғары қауіп факторы, оны дереу тастаған абзал десем болады. Бесінші, салмақты бақылаған дұрыс, артық салмақ жүрекке қосымша жүктеме. 5-10 килограмм азайту жоғары қысымды холестериннің деңгейін жақсартады. Медикаментозды емдеу, енді маңызды ескерту айта кетейін, дәрілерді ешқашан өзіңіз тағайындамаңыз, бұл дәрігердің міндеті, яғни бірақ жалпы ақпарат ретінде айтайын, жүрек ауруында қолданылатын дәрілердің негізгі топтарын айтып кетейін. Бірінші, қан қысымын реттейтін дәрілер, антигипертензивті дәрілер, олар бізде жүрекке жүктемені азайтады. Екінші, холестеринді төмендететін дәрілер, оларға статиндер жатады, яғни олар тамырдың тазалануына көмектеседі. Үшінші, жүрек соғысын реттейтін дәрілер, яғни антиаритмиялық дәрілер, олар ырғақты қалыпқа келтіреді. Төртінші, қанды сұйылтатын дәрілер, олар антикоагулянттар тобына жататын препараттар, олар тромбтың пайда болуына жол бермейді. Олардың топтарының әрқайсысы бөлінеді, препараттың атауы да әртүрлі. Бесінші, диуретиктер, олар ісінуді азайтады, артық сұйықтықты организмнен шығарады. Тағы да айтамын, осы дәрілер тек жүрек дәрігері тағайындайды, өз бетіңізше дәрі ішу қауіпті болып саналады. Енді өзім уәде бергенде дереу жедел жәрдем шақыру белгілерін айта кетейін. Бірінші, кеуденің өте қатты ауырсынуы немесе қысылуы. Екінші белгі сол қол немесе сол жаққа қарай ауырсынудың таралуы. Үшінші, тыныс алу кенеттен тоқтауы. Төртінші, есіңізден тану болса. Бесінші, беттің бір жағы салданып немесе сөйлеудің қиындауы болса, ондай кезде дереу жедел жәрдем шақырыңыздар. Қымбатты көрермендер, егер бүгін айтылған белгілердің бірі немесе бірнешеуі сізде бар болса, не істеу керектігін білмесеңіз, мен сізге жеке кеңес беруге дайынмын. Онлайн консультация арқылы сіз үйден шығпай-ақ менімен тікелей байланысып, өзіңіздің жағдайыңызды толық талқылай аласыз. Консультацияға жазылу үшін Instagram парақшама кіріңіз, сілтеме видеоның сипаттамасында оны басыңыз және хабарлама жіберіңіз. Инстаграмда да күнделікті денсаулыққа қатысты пайдалы кеңестер, сұрақ жауап, маңызды ескертулер жариялап тұрамын. Маған көрермендерім тікелей сұрақтарын жазып жатады, жеке кеңесін алады. Сіздерді де күтемін. Маңызды ескерту, онлайн консультация жалпы медициналық ақпарат пен бағдар беру үшін, жедел немесе ауыр жағдайларда міндетті түрде жақын поликлиникаңызға немесе жедел жәрдемге хабарласыңыз. Ендеше бүгінгі видеоны қысқаша қорытайық. Жүрек ауруының 7 жасырын белгісі, оларға бірінші, себепсіз тынығудан кетпейтін шаршаңқылық. Екінші, тыныс алудың қиындауы, тыныстың тоқтауы. Үшінші, аяқтардың, сирақтардың ісінуі. Төртінші, жүрек соғысының бұзылуы, аритмия деп айтып отырық. Бесінші, кеуде аймағындағы ауырсыну. Алтыншы, бас айналу, есіңізден тануға дейінгі жету. Жетінші, ұйқының бұзылуы және себепсіз түнгі терлеу. Егер осылардың кез келген сізде болса, кейінге қалдырмаңыз, тексеріліңіз. Бүгінгі видеоны пайдалы деп тапсаңыз, лайк басыңыз, каналға жазылыңыз, және осы видеоны жақын адамдарыңызбен, анаңызбен, жақын туыстарыңызбен, достарыңызбен бөлісіңіз. Сіздің бір жібергеніңіз олардың денсаулығын сақтап қалуы әбден мүмкін. Сұрақтарыңыз болса, комментарийде жазыңыз, барлығына жауап беруге тырысамын. Сау болыңыздар, денсаулық бәрінен де қымбат.